Қымбатты достарым, бүгін Ерке Есмаханның жегісі келген қытырлақ донерінің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жеңіл рецепт, үйдегі қолжетімді өнімдерден жасалады. Жасап көрсеңіздер болады. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Холодильниктегі бар өнімдермен жасадым. Қалауыңызша огурцы қоссаңыз болады. Менде огурцы болмай қалды. Қуырылған жұмыртқаны қуырып турадым. Помидор, сыр, колбаса және қаймақ бар. Қаймақты донерімізге, лавашымызға жағу үшін. Ал енді бастайтын болсақ, ең алдымен лавашымызға 2 қасық қаймақты жағып шығамыз. Бұл ерекше дәм береді. Сөйтіп, оған туралған 4 бұрыштап туралған колбасамызды саламыз. Донердің ішіне любой үйіңізде бар нәрсені қоссаңыз болады. Мінекейіңіз, мынау қуырылған жұмыртқа, оны турап алдым. Жұмыртқаны да қосып жіберем. Грибы қоссаңыз болады, мысалға. Соленый огурцы қоссаңыз болады, өзіңіз қалауыңызша. Міне помидор қостым. Үйдегі бар нәрселермен жасап жатырмын. Помидор қосқаннан кейін міндетті түрде тұз себесіз. Тұзды себелейсіз кішкене. Помидордан кейін теркадан өткізілген сырымызды донерімізге саламыз. Бұл сыр енді керемет дәм береді. Бұл ерісе вообще керемет болады. Енді шет-шетін қайырып, донерімізді орай бастаймыз. Бірінші шетін қайырып аламыз. Содан кейін бұлай аяғына дейін орап шығамыз. Сөйтіп, қызып тұрған сковородкаға донеріміздің алды-артын аунатып аламыз. Бір 3 минутқа қоямыз осылай. Қызып тұру керек сковородкаңыз. Кішкене май жақып қойсаңыз да болады, жақпасаңыз да болады. Артында өстіп қыздырып, мінекейіңіз. Қытырлақ донеріміз дайын болды. Үйдегі балаларыма, жолдасыма өте ұнады. Дәмі деген керемет. Бар нәрсемен осылай жасап, үйдегілерді қуантсаңыз болады. Сіздермен бірге болғанмен Алуа Омар. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.